тыңдаушылары және көрермендер, мен Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан ауылы Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы Бейсенбай Димаш Ержанұлы. Менің сіздерге бүгін ұсынатын жобам Құлан қала жұрты туралы тың деректер жайлы болмақ. Мен сіздерге мына жерде менің жұмысым және де Таңсей романының қазақша аудармасы. Жалпы бүгін менің айтатыным Таңсей романы жайлы болғандықтан, мен бұл құжатты қалай таптым? Қазіргі таңда біз жетекшіміз екеуміз бір ғылыми жобамен айналысып жатырмыз. Осы ғылыми жоба айналысу барысында біз осы романды тапқан болатынбыз. Жалпы бүгінгі жұмысымның жоспары кіріспе негізгі бөлім Құлан қалашығы туралы тарихи шолу, жаңадан табылған деректердің мазмұны, қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер және де қосымшалар. Жұмысымның өзектілігі Құлан қалашығына қатысты тарихи деректердің аздығы мен кейбір мәліметтердің көмескі сипатта болуында. Бұл зерттеу арқылы біз Құлан қалашығының 10-шы ғасырдағы тұрмыс тіршілігі, этникалық құрамы, діни ахуалы, әскери және саяси оқиғаларына байланысты жаңа деректерді ғылыми айналымға енгізуді мақсат етіп отырмыз. Сонымен қатар Саттық Боғра ханның Құлан мен Меркеге жасаған жорықтары, Таң империясының әскери-саяси саясаты, Құланның құлдырау мен стратегиялық маңызын нақтылау бүгінгі таңда тарих ғылымында өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Жұмысымның мақсаты Құлан қалашығына қатысты жаңадан табылған тарихи деректерді ғылыми тұрғыдан талдау. Таң империясының Орта Азияға жасаған әскери жорықтар аясында Құлан қалашығының рөлін анықтау. Саттық Боғра ханның жорықтарының Құлан қалашығына әсерін зерттеу. Жұмысымның міндеттері Таңсей дерегінен алынған мәліметтерді жүйелеу және аудару, археологиялық қазба жұмыстарының нәтижелерімен салыстыра отырып, деректердің шынайылығын тексеру. Бүгінгі жұмысымның жаңашылдығы Құлан қалашығына қатысты бұрын ғылыми айналымға түспеген Қытай деректерінен алынған тың мәліметтер алғаш рет сарапталып отыр. Ашинасының тарихи бейнесі мен оның өліміне қатысты жаңа тұжырымдар ұсынылды. Саттық Боғра ханның нақты екі әскери жорығы дәлелденді, деректермен негізделді. Жалпы Құлан қаласы алғаш рет 7-ші ғасырдың жазба деректерінде кездеседі. Қытай монархы Сюань Цяньның жол бағдарламасында кездесті және Таң династиясының тарихында қала Цюйлань, яғни сұлу қала деген атпен аталып өткен. Жаңадан табылған деректерде Таң империясының 8-ші ғасырда Орта Азияға жасаған жорықтары кезеңін сипаттайды. Тарихи Таңсей романында 751 жылы Атлас шайқасынан жеңіліп, 755 жылы Таң әскерінің қолбасшысы Айнлаушан ішкі Қытайға көтеріліс бастап, жетісу жерден Қытайға кері қайталмай қалып кеткен шағын Таң империясының әскери топтары бір ғасырдан астам жетісудағы қорғанысы әлсіз қалашықтарды тонаумен айналысып, өз жеріне қайтуды мақсат еткен. Бірақ Қарахан мемлекеті күшейіп, оларға мүмкіндік бермеген. Таң империясының құлдық әскері қалай күнелткені осы романда дәлме-дәл баяндалған. Жалпы Құлан қаласы талас өңіріндегі маңыздылығы жағынан екінші қала болып табылады. Көшпелілер аймағы мен егіншілік суару аймағының қиылысында орналасқан. Жайылымда малшылар жиі ірі қара, қой, жылқы әкеледі. Бұл аймақты сатып алушылар іздейді. Ал Хэджун аймағының көпестері осында сатып алу үшін келіп, бірте-бірте бұл жерді Хэджун аймағының солтүстік бөлігінде ең маңызды мал мен жылқы сату орталықтарының біріне айналдырған. Баласағұннан Таласқа және тіпті Саманиттер әулетіне дейін, сондықтан мұнда саудаға ыңғайлы және 6000-нан астам үй бар. Ол әлі күнге дейін орталық жазықтықтағы, яғни ішкі Қытай маңызды қала сияқты гүлденген болмаса да, оны Баласағұн қаласымен мүлде салыстыруға келмейді. Жалпы Таңсей романында 10-шы ғасырда Құлан қалашығында 64 тірек көпестер болғаны, оның үшеуі жылқы сатумен айналысып, Орта Азияға атағы шыққаны мәлімделеді. Құлан қалашығында ислам, манихи, будда, отқа табынушылық сияқты діндері қолданылған айтылады. Әр кезеңде басып алған басшылар бұл діндерге зайырлы көзқараспен қараған айтылады. Қаланы соғыс кезеңдерінде басып алған басшылар діни қудалау мен қысым көрсетпегені бұл қаланың еркін дамуы мен ұзақ уақыт өмір сүруін арттырған. Құлан қалашығының халық саны 20 мың болғаны анықталды. Құлан қалашығының жау шапқанда Мерке қалашығымен бірге қорғанып, бір-біріне от жағып, соның түтінімен бір-біріне белгі беретіні анықталды.
Қытай деректерінде Цойлань қалашығының оңтүстігінде Цойлань таулары, солтүстігінде сынған жапырақ, яғни қазіргі Мойынқұм құмы, шығысында Мерчи, қазіргі Меркі қалашығы, ал батысында Таулыз, қазіргі Талас қаласы деп Қытай деректерінде дәлме-дәл сипатталады. Таңсер романында Құлан қалашығының 3 қақпасы бар деп сипаттайды. Оңтүстік қақпасы, шығыс қақпасы және батыс қақпасы. Біз бұл жазбаны дұрыстығын анықтау үшін Құлан ауылының өңірлік тарихына сүйене отырып, қалашықтың 3 қақпасы болған, оның шығыс қақпасы қазіргі Луговой станциясына кетіп бара жатқан жақтағы мал базарының аймағында болғаны, ал шығыс қақпасы Луговой станциясына бара жатқан жолда мал базардың маңында, ал оңтүстік шығыс қақпасы қазіргі автостанцияның орнында. Ал батыс қақпасы қазіргі Құлан ауылының түсуімен ол жерлерге үйлер салынып кеткені анықталды. Бұл қытайлық деректердің дұрыстығын өңірлік тарих пен археологиялық қазба жұмыстары дәлелдеді. 10 ғасырдың басында Құлан қалашығы Талас аймағы Сотық Бауыры ханның билігінде болған. Құлан қалашығында таң әскері жергілікті ақсүйектерді алдап, соның ішінде тегі қытайлық көбестер мен ақсүйектерге өздерінің туысқандық байланысын алға тартып, Құландағы 64 ірі ақсүйек көбестерге әділеттілік пен тыныштық орнатамыз деп алдап сүйектерді дегеніне көндірген. Таң империясының қалдық әскері қалаға соғыссыз кірген. Таң әскерінің қалаға кіргеннен наразы болған бір топ адам Талас қалашығына хабаршы жібереді. Талас билеуші Сотық Бауыры ханның қолбасшысы 2000 әскермен Құлан қалашығына жорыққа шығады. Таң әскері халықты дүрліктіріп, жау келе жатыр деп халықты таудың етегіне қуып жібереді. Бірнеше күн халық Құлан қаласына кіре алмай босып жүрді. Осы сәтте тиімді пайдаланған таң қалдық әскері қаланы тонап, нәтижесінде халық аштыққа түсуге мәжбүр болды. Сотық Бауыры әскерінің келгенде таңның қарақшы әскері Құлан қалашығына шегініп, Мерчи, қазіргі Меркі қаласына жетпей оңтүстікке шегініп, таудың арасымен ізін суытып үлгерген. Жалпы бұл Таңсер романының қысқаша үзінді болатын. Мен осы Таңсер романын оқыған кезде бойыма ерекше шабыт келіп, сол шабыттың көмегімен мен өзімнің жетекшіме барып айттым. Жетекшім қолыма металл іздегіш құрал берді. Біз бұл Құлан қалашығы болған жерлерді зерттедік. Айта кететін нәрсе, бұл ешқандай мемлекеттік заңға қарсы нәрсе емес, өйткені бұл егістік алқабы. Яғни бұл жекеменшік адамға барады. Біз сол жекеменшік адамға барып, рұқсатын алып, заңды түрде осы жерде зерттеу жүргізген болатынбыз. Суретте көргеніңіздей, мына жерде 10 ғасырларда қолданылған тиындарды таптық. Бұл қалай біз ол жерде 10 ғасырға тиесілі екенін білдік. Мына жерде байқасаңыздар, тиында таңбалар тұр. Біз сол интернет желісі арқылы таңбалармен салыстырып, 10 ғасырда, яғни Қарахан мемлекетіне тиесілі екенін анықтадық. Мен қазір осы тапқан тиындарымды алып келдім. Көрсеңіздер болады. Жалпы Құлан жай ғана ескі мекен емес. Ол 1000 жылдықтар бойы ұлттық рухани жадында сақталған өркениет ордасы. Құлан қалашығына қатысты жүргізілген бұл зерттеу барысында бұрын ғылыми айналымға енбеген тың тарихи деректер анықталып отыр. Таң империясының жазба деректеріне сүйене отырып, Құлан қаласының 8-10 ғасырлар аралығында саяси, әлеуметтік, діни және экономикалық жағдайы терең сарапталады. Зерттеу барысында Таң армиясының 3 мәрте жасаған шабуылы, қала халқының этникалық және діни құрамына байланысты мәліметтер анықталып, археологиялық деректермен салыстырылды. Жалпы осы сөзімді айтып келе жатып, менің сіздерге тастайтын ұсыныстарым бар. Осы табылған деректерді археологиялық және тарихи кітаптарымен салыстырып, соның нәтижесінде дәлме-дәл сипатталғанын анықтай алдық. Осының нәтижесінде Құлан қалашығының тарихын жаңадан жазып, оның ең соңғы 2015-2019 жылдар арасында жүргізілген археологиялық ақпараттар жаңа табылған қытайлық деректерді Құлан тарихы жайлы жазылған тарихи кітаптарға жаңартылып енгізіп, оны мына халыққа насихаттап жеткізуіміз қажет. Әрі қарай жаңа табылған Қытай деректерінің Таңси шығармасынан алынған мәліметтерді толықтай аударып ғылыми айналымға енгізу тарихшылар мен шығыстанушылар үшін өзекті міндет болуға тиіс. Құлан қалашығы мен Меркі арасындағы байланыс, олардың қорғаныс жүйесі, әскери стратегиялары бойынша арнайы бағытталған зерттеу жобалар қолға алынуы керек. Сотық Бауыры ханның жорықтарына қатысты мәліметтерді тереңірек зерттеу арқылы түркі әлемінің исламдану үдерісін жаңа қырынан ашуымызға болады. Бұл зерттеудің негізінде деректі фильм, анимациялық тарихи жоба немесе оқу құралын дайындауға болады. Себебі деректер өте қызықты,
тарихи оқиғалар көркем түрде берілуге өте ыңғайлы. Жалпы біздің бүгінгі мақсатымыз бұл байқауда озып шығу емес, осы біздің жаңадан ашқан жаңалығымыз бір адамның құлағына естіліп, оны Қазақстанға әйгілі етіп, сол нәрсені халыққа насихаттап жеткізу. Жалпы біздің Қазақстанымыздың әрбір жерін зерттеп көрсек, бір тарих жатыр. Біздің өзіміздің кіндік қанын тамған жер құланның өзін зерттеп көрген кезде осындай нәрсе мүлде болмаған мәліметтерді біз осылай шығара алдық. Сөзімді бөлмей тыңдағандарыңызға рахмет, назарларыңызға рахмет.